Саламатсыңдар ма, құрметті 5-ші сынып оқушылары? Бүгін мен сіздерге 5-ші сыныптың математика сабағынан натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілері деген тақырыппен таныстырып, және тақырыпқа сай есептерін шығару жолдарын көрсететін боламын. Сабағымыздың мақсаты оқушылар натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерін тұжырымдайды. 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерін есептер шығаруда қолдана алады. Натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерін қолдана отырып есептер шығарады. Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз қазақ халқымыздағы киелі сандарымыздың бірі болып табылады. Халқымызда киелі саналатын бір шоғыр сан бар. Ондай сандар тілімізде де сақталған. Қазақ ұғымындағы киелі сандардың қатарынан осы 3-9 сандары ерекше мәнге ие болып саналады. 3 санына байланысты былай түйіндеген: 3 көз, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, сөз анасы құлақ. 3 тоқтам, ақыл, арқан, ой, өріс, адам, қазық. 3 талғам, мейірім, сауап, жақсылықтан шарапат, жамандықтан кесапат. 3 жүз, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. 3 қуат, ақыл, жүрек, тіл. 9 санына байланысты былай түйіндеген: бұл сан араб мәдениетімен, дінімен байланысты енген. Сондықтан халқымыз 9 ай 9 күн бала көтеру, 9 жолдың торабы, 9 қабат торқа кию, 1-9, 2-9, 3-9 құдалықта орындалатын дәстүр сияқты сөздер тегін шықпаған болу керек. Осы киелі сандарымыздың бөлінгішті қасиеттерін зерттеп зерделейміз. Натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілері. Бізге оқушылар барлығымыз мына кестеге жақсылап қарайық. 273, 328, 405, 567 деген сандар берілген. Осы сандардың цифрларының қосындысын табайық. 273 санының цифрларын қосайық. 2 қосу 7 қосу 3 тең 12. 12 саны 3-ке бөлінеді, тең 4. Келесі 328 деген санымызды алайық. Осы санның цифрларының қосындысын қосайық. 3 қосу 2 қосу 8 тең 13. 13 деген санымыз біздің 3-ке де бөлінбейді, 9-ға да бөлінбейді. Келесі санымыз 405 деген санымыздың цифрларының қосындысын қосайық. 4 қосу 0 қосу 5 тең 9. Яғни бұндағы 9 саны 3-ке де бөлінеді және 9-ға да бөлінеді. Келесі 567 деген санымызды алайық. Осы санның цифрларының қосындысын табайық. 5 қосу 6 қосу 7 тең 18. 18 саны 3-ке де 9-ға да бөлінеді. Сонда 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілері дегеніміз цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетін сандар 3-ке бөлінеді, цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін сандар 9-ға бөлінеді. Оқушылар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. 229-шы, 230-шы, 233-шы тапсырмаларды орындаңдар. 229-шы есепте берілген сандардың ішінен 3-ке және 9-ға бөлінетін сандар теріп жаз. 230-шы есепте 3-ке де 9-ға да бөлінетін сандар жазыңдар. 3-ші тапсырмада 233-ші есепте санның жазылуындағы жұлдызшаның орнына тиісті цифрды қойып, 3-ке бөлінетін сандардың ең кішісін жазыңдар және 9-ға бөлінетін сандарды жазыңдар. Енді сабағымызды қорытындылай келе, оқушылар, мен сендерге мынадай тапсырма беремін. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші тапсырма: 3502, 738, 197, 4308 сандарының қайсысы 3-ке және 9-ға бөлінеді? Екінші тапсырма: 46 жұлдызша 3 таңбалы сандағы жұлдызшаның орнына қандай цифр қойғанда шыққан сан 3-ке және 9-ға 9 сандарының әр қайсысына қалдықсыз бөлінеді? Үшінші тапсырма: 3 бірдей ойыншық сатып алу үшін 100 теңге беріп 42 теңге қайтарып алуға болады ма? Неке осындай 3 тапсырманы орындаңдар оқушылар. Үйге тапсырма: 231-ші, 232-ші тапсырманы үйге аламыз.
Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.